Так, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бека достар. В общем, жігіттер, бүгінгі видеода мен сендерге Қазақстандағы ең әдемі топ 3 Free Fire шыцаларды көрсететін боламын. Олар еще YouTube түсіреді, TikTok түсіреді. В общем, сондай көрсеңдер, бұларды білсеңдер, лайктарын басып, арнаға тіркеліп кетіңдер жігіттер. В общем, және жігіттер, үшінші тұрған қызды кім екенін тапсаңдар жігіттер, мен сендердің комментарияларыңа лайк басып сендерге обратно тіркелетін боламын. В общем, жігіттер, давайте осы видеоға барынша актив көрсетіп, лайктарымызды былай басып, жинап тастайық жігіттер. Ондай болса, в общем, жігіттер, біз видеомызға кеттік. Так, достар, мен ең біріншісінің айдын скопировать етіп алған болатын. Бұл бізде Амая деген қыз, короче, міне фотосы экранда тұр жігіттер. В общем, бір күн бұрын ойнаған екен, 74 уровень ема түсір. Мә киіммен скачать етпеппін ғой. Так, күтетіңдер жігіттер, 2-3 минут дегенде, короче, киімдерін скачать етіп алатын боламыз жігіттер. Сендер бұл танисыңдар ма жігіттер? Давайте танысаңдар, комментария жазып. Ой, мынау шығып кетті ғой, ё-моё. Осын танисыңдар ма жігіттер? Давайте комментария жазып кетіңдер. Кім таниды? Давайте, в общем, барынша лайктарын басып кетсеңдер. Және жігіттер, тез подписаться етіп кетейікші. Осы айдың соңына дейін 5000 подписчикқа жетуіміз керек қой жігіттер. Мен дос баламмен спорласып отырмын. В общем, давайте тез 5000 подписчикқа дейін жеткізсек достар. В общем, бұл бізде Амая YouTube дейсің, короче, Амая iPhone деген өзінің гильдиясы бар бұның еще жігіттер. Так, ема еще Free Fire'ды 6 жыл ойнаған екен ғой, базар жоқ. Прям айван достар. Енді мынау біздің енді мынау екінші аккаунтымыз. Бұл кім деп ойласаңыздар, бұл Аделайда достар. Black Skull деген гильдияның несі ғой, короче, гильдияны ашқан қыз ғой, короче. Мә бұныңға киім скачать етілмеген ғой, ё-моё. Немене бәле, ешқайсының киім скачать етілмеген ба? Мә, енді не болып кетті мынау. В общем, жігіттер, енді так, мына шлюпкасы да скачать етілмеген. Так, ой, мынау шығып кете берген несі, ё-моё, не болып кетті. Так, қанша пропуск алған десеңіздер, ё-моё, ана элитный пропусктан енді қалып кеткен екен, ал бірақ осы бояқ пропусктың бәрін алып жүрген. Ема мына жаққа шаштарын қойып тастаған ба, базар жоқ. Мынау прям зор аккаунт десейді болады. Мен ана киімі не болып кетті, қазір киімнің көрейікші. Ой, ё-моё, мына қайтан шығып кетті ғой. Еще жігіттер, ойлаңыздар, рейтингтан, бұл КБ рейтингтан мастер 5 екен ғой жігіттер. Сәл ойнаса, в общем, эксперт па, грандмастер ма, қандай еді жігіттер? Комментария жазып кетіңдерші. Вроде эксперт ғой да, либо грандмастер ма? Вроде эксперт ау. Примерно сол эксперт болады жігіттер. Прям енді нормальнесі болады. Насетіне мен 10-нан 10 деген баға беремін жігіттер. Енді мынау біздің достар үшінші қызымыз, короче. Давайте осының кім біледі, короче, комментария жазып кетіңдерші, мен білемін деп ше. В общем, еще бұның TikTok'та 3 аккаунт бар, ойлаңыздар жігіттер, 3 аккаунты бар ғой. Мә бұнда киімдерін скачать етпеген ғой. Мен ё-моё, қыз бір 2 сағат тұратын болдық қой. Скачать етіп, короче, шлёпкасын, аяқ киімін, шорты скачать етпеген. Так, мынау маскасын, мына басын скачать ету керек екен ғой. Так, басы скачать етіліп отыр, мынау масканы скачать етіп қояқ. Скачивание ресурс, не болып кетті мынау, так, қайтан басып көрейікші. Скачивание ресурс. Так, вроде скачать етіліп отыр да. Так, мына шорты скачать етіліп отыр екен. Так, в общем, так, не болып кетті мынау. А пока қазір маскасы скачать етіліп жатыр екен. Еще вот әдем. Ема еще ойлаңыздар, 412 мың адам лайк. Ё-моё, неғып шығып кете берген. Шығып кете береді. Не болып кетті өзі. А вот ема достар, мынау сет деген просто зор екен, енді әдемі. Ема барлығы 7-ші левел ма? АК, там МК, Зундрабаш, Скар, Фамс, ё-моё. Ема еще мынау бар ма деп, да, Фамс ана тұрғанша бірінші еба прям айуан ол жігіттер. Менің алдың аккаунтымда болған еді, бірақ мен ол аккаунт сатып жедім. Емоция 25155 лайк бар екен, просто бешеный аккаунт қой жігіттер. Ойлаңыздар, емайш ебаны алтын топчик дегенмен ойлаңыздар достар, қанша күн ойнаған десеңіздер, 400 күн бойы. В общем, близкий друзьяда болған ғой жігіттер. Енді өзінің гильдиясы бар екен, 1xbet деген, ішінде 24 адам бар екен жігіттер. В общем, біздің видеомыз осымен аяқталды. Видеомызда давайте лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. В общем, жігіттер, тағы да кімнің аккаунтын түсірейін, в общем, комментарий жазып кетіңдер. В общем, всем давайте, пока.